кішкене психологиялық ахуал өткізейік. Әр топқа мен мына кубикті лақтырам. Бұл кубикте шыққан тілекті әр оқушы жанында отырған досына сыйлайды. Кеттік бірінші. Әлия. Би. Жанында. Бір-екіне жасады. Енді балалар екі топқа бөлінеміз. Бәріміз бері қараймыз. Бүгінгі біздің сабағымыз бұл робототехниканың тарихы және оның келешегі. Бүгінгі таңдағы робототехника саласы бойынша адамзаттың техникалық жетістіктеріне қандай мысалдар келтіруге болады? Балалар, барлығымыз тақтаға қараймыз. Робот деген кезде не ойлаймыз? Қараңыздаршы, роботтар туралы біз қандай кітап оқимыз, көрген кино мультфильмдерін туралы не айта аласыздар? Қай топ жауап береді? Робот деген не? Робот адамдарға ұқсас, бірақ ол неше түрлі сыйы заттар кигізуге болмайды. Робот адамға көмектеседі неше түрлі заттармен. Тағда кім айтады, робот деген не? Робот дегенде біздің көз алдымызға көбінесе ғылыми фантастикалық фильмдер мен кітаптарға бейнеленген роботтар келеді. Атақты америкалық фантаст жазушы Айзек Азимовтың бүгінгі таңда балалар, робот бізде не? Фантастика емес, шындыққа айналған дүние. Оған кір жуғыш машина, авиалайнер және мина тазалаушылар сияқты көптеген мысал келтіруге болады. Қазіргі уақытта балалар барлықтарыңыз білесіздер, бізде осы роботтарды кейбір салаларда қолданылады. Ең бірінші кім айтады, бізде қандай салада қолданады роботтарды? Үй жұмысына тағы да. Дұрыс, үй жұмысына арналған роботтар. Тағы да отыра қойдық, тағы да қайда қолданады? Сіздерге жеке жұмыс беріледі. Бұл жерде 3 буындағы роботтар туралы берілген. Осы суретке қарап, әр буынға қай суреттегі роботтар қай буынға жататынын сәйкестендіріп шығасыздар. Жаңа мен сізге тақтадан көрсеттім ғой. Енді осы 3 буынның қайсына жататынын сәйкестендіріп шығарамыз. Барлықтарыңызға 3 минут уақыт берем, орындап сәйкестендіріп шығасыз. Келесі тапсырма балалар, әр қайсымыз жүктік тапсырма орындаймыз. Бұл жерде екі оқушыдан әрқайсымыз компьютерға отырып, топ IQ платформасында жүктік тапсырма орындаймыз. Бұл жерде сіздер не жасайсыздар? Бұл жерде топ IQ платформасына кіргеннен кейін сіздердің орындайтын тапсырма бұл бірінші тапсырма, яғни жүкпен отырып орындайсыздар. Осы жерде сіздер америкалық фантастист жазушы Айзек Азимовтың тұжырымдамаған 3 заңына талдау жасайсыздар. Астына информатика. Балалар, тілді таңдаймыз қазақша. Одан кейін пәнді сыныпты таңдаймыз. Пәнді таңдаймыз, информатика пәнін.
жерден тақырыбымызды таңдаймыз. Робототехниканың тарихы және оның келешегі. Аштық па? Енді және мен тақтадан көрсеткен тапсырманы ашамыз бәріміз. Әр топқа сіздерге тапсырма беріледі, соны орындап постерға. Бірінші топқа берілетін тапсырма бұл заманауи роботтар туралы. Келесі екінші топқа тапсырма роботтың дамуы біздің тіршілігімізге қалай әсер етеді. Сол бойынша барлығымыз Top IQ платформасында берілген тақырып бойынша интернеттен ақпарат іздеп, зерттеу жүргізіп, 2 слайдтан тұратын презентация. Оны сіздерге Top IQ платформасында беремін.